Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Жаңа 2017 жыл құтты болсын, сіздердің отбасыларыңызға бақыт, жаңа табыс, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Менің арнамда видео болмай кетті. Біраздан бері өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Мені жоғалтқан адамдар бар ма екен, или керісінше ме екен? Шыны керек, мен сіздердің пікірлеріңізді оқып, мүлде YouTube арнасына кіргім келді. Мен түсінбеймін сіздерді, қыздар қалай сіздер түсінбейсіздер. Мен екі кішкентай баламен үлгермеймін видео түсіруге де, қалай жасалу керек. Сол бір видеоны түсіргенім үшін қаншама уақытымды мен сіздерге арнаймын. Мысалы қарап отырсам, сіздерге емес, бұл негізінен YouTube арнасы. Мен бұл өзім үшін арнадым. Мен біріншіден мысалы 5-6 жылдан кейін қарағанда қызық болсын деген себеппен. Және де менің осындай видео түсірмегеніме тағы бір себеп, бұл мен бір ай жұмысқа шықтым. Яғни өзімнің кішкентай мини бизнесім бар. Үйде отырсам да, декретте отырсам да, бірдеңемен айналыссам туралы кейінірек видеоларда айта жатамын. Менің арнамда 2000 жазу подписчикке байланысты жақын арада конкурс болады. Ол конкурстың шарттары, қандай шарттар орындау керек, сыйлықтар қандай болады, келесі видеоларда болады. Қазір мен немен айналысып жүрмін? Мен өзім үйде негізінен осы екі баламен декретте отырмын. Декретте отырғаныма 4-ші жылы болып келеді. Кішігірім менде бизнесім бар, сосын тоқимын. Қазір шапка тоқып жатырмын, қазір сіздерге көрсетемін. Өзіме, сосын кейін қызыма тоқимын, жіптер қалса. Сіздерге көрсете алмаймын, өйткені кішкентай балам жаңа жіптерге оралып тоқытпайды. Түнде ұйықтағаннан кейін сағат 2-ден бастап тоқимын таңға шейін. Сол сіздерге егер видео түсіретін болсам, түнде олар шынымен де ұйықтамай, мазасы кетіп, беймаза болуы мүмкін. Сосын бірақ сіздерге көрсеткім келеді, әрине қазір шапкалар сондай сәнге айналған ғой, такори деген әртүрлі жаңағыдай шапкалар сәнде. Сіздерге әрине үйреткім келеді, бірақ қазір емес. Егер менің подписчиктарым 5000-ға, сол 6000-ға дейін барса, мүмкін мен сіздерге уақытымды бөліп, сондай бірдеңелер істеп көрсетуге тырысамын. Жаңа тағы да мен сосын косметикамен айналысамын. Avon'ның косметикасына жаңағы өзімнің клиенттарым бар, солар заказ беріп, соларды посылкалар келген кезінде мен сіздерге көрсетемін. Посылкаларды ашып, бірге ашамыз, бірге қараймыз. Сіздерге қызықты болса, соларды қарап жүріңіздер, мен арнамнан алыстамай жүріңіздер. Сосын жаңа пікірлерге қарайтын болсам, пікірлер өте көп, және барлығы негативті пікірлер. Неге бәрі пікірлер осы қара қазан туралы, қара қазанды былай істеу керек, былай істеу керек деп қыздар ұрысып та жатады. Басында мен де ұрысатынмын солармен бірге. Сосын кейін уже ұрыспай күлуге айналдым. Жаңағы сөздерден, жаңағы нелер маған күлкінішті да. Өйткені мен үйде үлгермеймін. Мысалы, тамақтың өзін істегенде атасы, көкелері қарап тұрады, балалар соны істеп аламын, әйтпесе бұлар жаңағы тыстарды сындырып, аяғыма оралып, кеше нан пісірген өзіне қолымды күйдіртіп алдым. Екеуі істетпейді. Осыны видеоға түсірген өзінде қазір не жүр, камера оларға қызық. Камера қызық болғасын, әрине сындырып алуға қорқасың, мұндай нені тығып жаңағы түсіруге тырысасың. Және сіздерге қазір сол көрсетемін, жаңағы нелерін тоққан заттарымды. Жаңағы мен жұмысым, ол өткенде бір ай мен көрмеге шықтым. Жаңағы заттарымды саттым көрмеде, тоққан заттарымды, өзімнің негізгі товарларым Инстаграмда интересный товары деп аталады, қарасаңыздар болады. Кейін мен барлығын сіздерге айта жатамын, қалай бастадым. Тағы бір айтар жаңалығым, сіздер егер менімен онлайн трансляцияға шыққыларыңыз келсе, перископқа шығуларыңызға болады. Мен оның кейінгі видеода сіздерге логинін айта жатамын. Перископты мобильный интернет арқылы жаңағы телефондарыңызға жүктеп алуларыңызға болады. Сосын жаңағы уақытын айтамын, сол уақытта шығасыздар, мені тауып алып, сосын жаңағы онлайн трансляция арқылы мен істейтін сұрақтарыңызға жауап беремін. Сол бүгінге осы. Егер сіздерге бұл видео қызықты болып жатса, лайк белгісін басып, менің арнама жазылыңыздар.
Сау болыңыздар, ауырмаңыздар деймін. Менің сіңілім тоққан пинеткалары кішкентай балаларға арналған. Қарап отырсаңыздар, өте сүйкімді, сондай қызық, кішкентай балаға кигізіп қойсаңыз қандай әдемі. Ал менің өзім негізінен мынандай пинетка тоқып жатырмын. Біреуін тоқып қойдым. Бұл пинетка кеды деп аталады. Біреуін ғана тоқыдым. Енді мынаны бітіру керек. Көрдіңіздер, жіптері әлі тоқып біткен жоқ. Екіншісін әлі тоқып бітірген жоқпын. Ұлыма тоқыдым бастап. Сосын шапкаға кірісіп кеттім. Шапка қазір модада. Осында жерге бүйтіп жақыннан көрсетсем. Мінекей мына жерде көктен басталып, қызылға мінекей мынандай розовыйға айналып кетір. Градиентпен дейді ғой. Жаңағы розовыймен аяқтаймын. Мынандай коса дейді ғой, сондай. Білтегішпен бірінші рет тоқуым негізінен. Білтегішпен қиынырақ болды негізінен. Мен крючокпен тоқып келе жатырмын өмір бойы. Енді білтегішпен қиынырақ болды. Қолым үйренбей. Мінекей мынандай пинетка, байпақ дейма, пинетка. Өте сондай сүйкімді көрінеді.